Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Республикалық вебинардың бағдарламасы қоғамдық және жаратылыстану пәндері арасындағы мұғалімдердің авторлық өнімімен әдістемелік нұсқаулықтармен тәжірибе алмасу негізінде жасалынған. Мақсаты нөмір 178 мектеп гимназия мұғалімдерінің авторлық бағдарламаны тарату, іс тәжірибе алмасу. Бірінші кезекте қазақ тілі пәні бойынша қазақ тілі пәнінде мәтінмен жұмыс істеудің тиімді тәсілдері Тұрғынбаева Жанна Тургелдиевна, бастауыш сынып мұғалімі. Тамақтың ішінен іріктеп алып тастайды. Оға лайктар жасалайды. Көшеге қоятын, көшеде мыналардың нандарын жинап бізге әкеліп неге тастайды ғой екен тамақ. Жемейді. Басың. Жақсы. Жайна ханым дайын болғанша, Шалғынбаева Динара, биология пәнінің мұғалімі, биология сабағында білім алушылардың зерттеушілік құзыретін қалыптастыру бойынша өзінің авторлық бағдарламасын қорғау. Антиманты істегенен қанша жыл болды? 9-10. Біздің төртеу бір құда шағылып келеді. Не демейсіз? Жолап алды. Альмира еді. Алина ма? Жас болады. Менің кішкентай болады, но. Иә. Машинада келіп Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Авторлық бағдарлама биология сабағында білім алушылардың зерттеушілік құзыреттілігін қалыптастыру 10 сынып оқушыларына арналған, аптасына 1 сағат, барлығы 30 сағат. Биология пәнінің мұғалімі Шалғынбаева Динара Абдуллаевна. Бағдарламаның мақсаты мен міндеттері. Бағдарламаның мақсаты биология сабағында оқушылардың зерттеушілік құзыреттілігін дамытуға, тәжірибелік дағдыларды шыңдауға және ғылыми бағдарламаның міндеттері. Оқушылардың табиғат құбылыстарын зерттеу арқылы білімдерді арттыру, биология сабақтарының ой дағдыларын қалыптастыру, оқушылардың шығармашылық қабілеттерін дамыту, оқушылардың ғылыми гипотезалар құру және оларды тексеру арқылы дәлелдеме дағдыларын дамыту, оқушылардың топтық жұмысқа бейімделуін қамтамасыз ету, оқушылардың биологиялық құбылыстарға қатысты идеяларын ғылыми дәлелдермен негіздей білу, оқушылардың өз идеяларын білу. Күтілетін оқу нәтижелері биология сабағында оқушылардың зерттеушілік құзыреттілігін қалыптастыру. Бағдарламасын оқу нәтижесінде оқушылардың ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізу дағдыларын қалыптастырады, лабораториялық жұмыстарды орындауға қауіпсіздік ережелерін үйренеді, зертханалық жабдықтарды пайдалану бойынша нұсқаулықтарды меңгереді, ғылыми жобаларды жоспарлау және орындау бойынша нұсқаулықтар береді, зерттеу нәтижелерін талдайды және қорытынды жасайды, ғылыми баяндамаларды дайындайды және оларды қорғайды, ғылыми мақалалар жазуға дайындалады, биологиялық зерттеулердің нақты қолданыстарымен танысады. 10 сынып оқушыларына арналған биология курсын құрастыру үшін 5 бөлімнен тұрады. Әр бөлімде бірнеше тақырыптарды қамтитын мазмұнды ұсынамын. Мұндағы мақсат оқушыларға әртүрлі биологиялық
концепцияларды тереңдете түсіндіру және ғылыми зерттеулер. Бағдарламаның өзектілігі биологияның ғылыми аспектілерін тереңдете оқыту арқылы оқушылардың ғылыми ойлау дағдыларын және зерттеушіліктерді құзыреттілігін арттыру. Ұсынылған зертханалық жұмыстарды анатомия және физиология бөлімдерінде оқытылатын тереңдіктерін материалдық толықтырады. Оқушыларға қолжетімді және теориялық материалды тиімді түрде көрсетеді. Олар жоғары сынып оқушыларының шығармашылық мүмкіндіктерін дамытуға және олармен қатар алған білімдерін жүйелеуге және бастапқы кәсіптік бағдарлауға ықпалды етеді. Дербестік коммуникативтік дағдыларды дамытуға ықпал етеді. Бұл бағдарлама оқушыларға болашақ кәсіби мамандығын таңдауға көмектеседі. Бағдарламаның бағыттылығы ғылыми зерделеу арқылы биология пәнін тереңдетіп оқиды, зерттеушілік құзыреттілігін дамытуға, биологиялық құбылыстарды ғылыми тұрғыда талдауға, ғылыми әдіс-тәсілдерді білуге. Бағдарламаның жаңалығы оқушыларға заманауи зерттеу құралдарын қолдана отырып, нақты ғылыми тәжірибелер жүргізуге мүмкіндік беру. Бағдарламада ұсынылған материалды меңгеру жоғары сынып оқушыларының белгілі бір пәндерге деген қызығушылығын арттырады. Сонымен қатар, бағдарлама мазмұнындағы тапсырмалар оқушылардың биологиялық зерттеуге деген қызығушылығын арттыру үшін жаңа педагогикалық технологиялар, әдістемелер қолданылады. Тақырыпты меңгеру барысында қызықты интерактивті әдістерді қолдану, оқу процесінде нақты проблемаларды шешуге бағытталған жобалық оқыту тәсілдерін енгізеді. Тұрақтылау мазмұны бойынша 5 бөлімнен тұрады. Бірінші бөлім кіріспе биологиясы 7 сағаттан тұрады. Екінші бөлім тіршілік формаларының әртүрлілігі 7 сағаттан тұрады. Үшінші бөлім экология және бейімделу 6 сағаттан тұрады. Төртінші бөлім денсаулық және аурулар 6 сағаттан тұрады. Бесінші бөлім генетика және заманауи биотехнология 8 сағаттан тұрады. Курсты оқу барысында оқушылар төмендегі мәселелерді білу керек. Біріншісі биологиялық процестер мен құбылыстар, тірі организмдердің құрылымдық және функционалдық ерекшеліктері, эволюция, экология, генетика және физиология салаларындағы негізгі ұғымдар, биологиялық жүйелердің өзара байланысы мен тұрақтылығын зерттеу тәсілдері, ақпаратты талдау және қолдау, биологиялық мәліметтерді интерпретациялау және визуализациялау, диаграмма, кестелер, зерттеулерде қолданылатын дерексөздермен жұмысты істеу, шығармашылық және сынып тұрғысынан ойлану, биологиялық мәселелерді шешу үшін инновациялық тәсілдерді қолдану, биологиялық саласындағы заманауи зерттеулер мен олардың практикалық маңызы туралы түсінік беру. Біздің бағдарлама уақыт талабынан туындаған қажеттілік деп білеміз. Бұл жерде дағдылар оқушыларға ақпаратты тиімді қабылдауға, өңдеуге және түсінуге, есте сақтауды жақсартуға және проблеманы шешу дағдыларын дамытуға көмектеседі. Оқушылардың танымдық қабілеттерін дамытады, олардың ойлау, есте сақтау және түсіну қабілеттерін жетілдіреді, оқу процесін өз бетінше басқаруға көмектеседі, оқу материалдарын тиімді меңгереді және есте сақтайды. Қорытындылай келе, егер оқушылар бұл дағдыларды жас кезінен меңгерсе, олардың білімге құштарлық ұрпақ болып өсуіне кепілдік беріледі. Өйткені когнитивтік және метатанымдық оқу дағдыларын үйрету оқушылардың оқу үдерісін жақсартады және олардың білімнің сапасын арттырады. Назарларыңызға рахмет. Биология пәні бойынша Шалғымбаева Динара, ұсынған авторлық бағдарламаңыз үшін көп рахмет. Келесі кезекте Бесирова Майра Бекетовна, тарих пәнінің мұғалімі, тарих толқынындағы тұлғалар ұлт болашағы үшін күрескерлер атты авторлық бағдарламасын ұсынады. Апайларыңа түсіп жердім, иә? Соткамен отырған оқушылар. Негіз тап отырмыз. Тапсырма берді ғой, иә? Не істеп отыр? Көрейін ба? Тапсырма берді. Апайлар болмаған соң тапсырма берді.